Бұл видеода şu дрожжатордың қандай іштеп атқанын көрсетіш үшін атайын тарта тұрған болдық видеоны. Мына азыр электричество қосып келдік, бір фаза. Бұл жерде 3 іштеткіш бар. Бірі жалпы бұл дрожжатор іштетіп тұрған мотор іштетеді. Азыр аны қосамыз. Частотный преобразователь ток келді. Енді частотный преобразовательді қойырыз. Азыр айлана баштады. Айлана отындағы өйді секіліп тұрады. Сөй дегенде үрөнді сілкіп тұрыш керек болады. Ана мұның айлана жүрістігін бұл жерден өзгертсек болады. Мысалы азыр частотный преобразовательде атайын өндөгүчү бар. Оборотқа қайттады. Сондайына көбейтсек болады. Көбейтіп атабыз. Мына частотный преобразователь іштеп атқанда чынжыр менен айланаттарды катышкалар керекті өлчөмдөгү компоненттерди дискке түшүрүп турат. Эми иштебesi ушундай болуп атат аппараттын. Редукторго айлана үзөскөдө бирге 20 эсе азайат. Мотордун чыккан обороты 70 оборот болуп атат. Бул ошондой эле ички истерди алмаштыруу менен дагы болот. Экинчи механизмде иштейт, улам өзү турат. Биздин аппараттын иштебеси ушундай. Бул жактан чынжыр башкалар иштеп атат. Эми өчүрөбүз. Айланысы жайлады да акындык менен токтоду. Ушундай биздин дрожжатор ушундай принципте иштейт.